Астанаға палата спикері Мәулен Әшімбаевтың шақыруымен Қырғыз Республикасы жоғарғы кеңесінің төрағасы Нұрланбек Шакиев бастаған парламенттің бір топ өкілі келді. Сапар аясында мәртебелі меймандар ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың қабылдауында болып, сенат спикерімен екі жақты кездесу өткізді және бірқатар шараға қатысты. Екі жақты кездесу барысында сенат төрағасы Қырғызстан, Қазақстан үшін орталық Азиядағы негізгі серіктес және одақтас мемлекеттің бірі екенін атап өтті. Бүгінде екі ел арасында дипломатиялық байланыс орнағанына 30 жыл толды. Осы уақыт аралығында әртүрлі салада 150-ден астам шарт пен келісімді қамтитын берік құқықтық база қалыптасты. Қазіргі таңда біздің елдеріміздің арасында өзара сыйластық пен тату көршілікке негізделген жан-жақты қарым-қатынас орнаған. Біз енді өте жақын бауырлас халық екенімізді кездескен сайын айтамыз. Енді қазақ пен қырғыз бір туған деген енді бекер айтылмаған шығар. Біздің енді тіліміз де бір, дініміз де бір, болмысымыз да бір, тарихымыз да бір, дәстүрлеріміз де ортақ. 91 жылы біздің тәуелсіздігімізді алғаннан кейін біздің қарым-қатынастарымызда бір жаңа кезең басталды. Біздің енді қарым-қатынастарымыздың бір жаңа деңгейге шығуына біздің президенттеріміздің үлесі өте үлкен екенін айтуымыз керек. Бізде енді өзіміздің тарапымыздан, парламенттердің тарапынан да президенттеріміздің берген тапсырмасын бәрін орындау үшін жан-жақты қарым-қатынастарымызды дамытып жатырмыз. Және соңғы осы 1-2 жылдың ішінде біздің қарым-қатынастарымыз парламентаралық жаңа серпін алды деп айтсақ артық болмайды. Меймандар сапар барысында Шыңғыс Айтматовтың 95 жылдығына орай жазушының өмірі мен шығармашылығына арналған көрмеге қатысты. Сондай-ақ Қазақстан Халық Ассамблеясының мүшелерімен кездесіп, құрылымның қызметімен танысты. Кездесу барысында Қазақстан Республикасы парламент сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаев қазақ-қырғыз бауырластығы ғасырлар мен өлшенетін және бүгінде өзара байланыс көпке үлгі екенін айтты. Сондай-ақ ол мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың ассамблеяның соңғы сессиясында айтқан сөзіне назар аударып, шын мәнінде Алатаудың бөктерін қатар жайлаған екі халық болашаққа бірге қадам баса беретін тілге тиек етті. Бүгінде қазақ-қырғыз қарым-қатынасы жаңа биікке көтеріліп келеді. Оған екі елдің мемлекет басшылары тікелей ықпал етуде. Жоғары деңгейдегі сенімге негізделген осындай байланыстар барлық бағыттардағы ынтымақтастығымызға оң әсерін тигізуде. Нұрланбек Тұрғанбекович бастаған делегацияның Қазақстанға сапары да соның бір айғағы. Бүгінгі кең ауқымды кездесуіміз қарым-қатынастарымызды әрі қарай дамытуға өз үлесін қосады деп ойлаймын. Мұның бәрі бауырластық пен сенімді ту еткен байланыстарымызды одан әрі нығайтуға өзінің үлкен үлесін қосатыны сөзсіз. Кездесуде Мәулен Әшімбаев Қазақстан Халық Ассамблеясының қызметіне және оның еліміздегі жалпы ұлттық бірлік пен қоғамдық келісімді сақтаудағы рөліне кеңінен тоқталды. Сондай-ақ жиында қазіргі таңда Қазақстанда 40 мыңнан астам қырғыз этносының өкілі тұратыны және ассамблея аясында 10 өңірлік қырғыз этно-мәдени бірлестігі жұмыс істейтіні жайында айтылды. Өз кезегінде жоғарғы кеңес төрағасы бауырлас екі халықтың мәдени және рухани байланысын одан әрі нығайтуға қырғыз тарапы да мүдделі екенін жеткізді. Бири-бирибизге болгон жакындык, керек болгон учурда чын дилден жардам беришүү, байыртадан кошуна жашап, оор учурларда бири-бирибизди колдоп, кубансак бирге кубанып, кайгырсак бирге кайгырып, түшүнүүчүлүк менен чын ыгы бир туугандык мамилени үзбөй келатабыз. Дал ушул руханий биримдик жана түбөлүк достук эки боордош элди бириктирип турганына терең ишенем.